Кәсіпкерлер палатасы филиалына бизнестің бірнеше өкілі қосымша жер учаскесін беруге қолғабыс ету және мақсатты пайдалануын өзгерту сұрақтары бойынша жүгінді. Бұрынырақ оларға түрлі себептермен бас тартылған. Кейбір бизнесмендер қалалық жер комиссиясының мүшелері негізсіз бас тарту шығарып, олардың құқықтары бұзылады деп есептейді. Мәселен, 4-ші ықшам ауданында орналасатын 17-ші және 18-ші үйлердің аулаларының аумағына қатысты сұрақ шешімін таппауда. Жер учаскесі жеке кәсіпкердің иелігінде. Өткен жазда ол жерге 10 гараж салынды. Келешекте тағы 40 гараж салу көзделіп, бұл үлкен қоғамдық резонанс тудырған. Өйткені жер учаскесінің мақсатты пайдалануы жартылай жер асты паркингі мен балалар саябағының құрылысы болған. Жер комиссиясымен бастапқы мақсатты пайдалануы жаңасына, гараждық бокстардың ғимараттарының құрылысы және қызмет көрсету үшін өзгертілуіне бас тартылған. Жер комиссиясы мүшелері мақсатты пайдалануын өзгерту және 50 машина орындарына жартылай жер асты паркингінің орнына 50 жер үсті гаражының құрылысы әлеуметтік микроклиматқа кері әсерін тигізетінін бас тартудың себебіне айналдырып отыр. Кәсіпкердің өкілі мақсатты пайдалануды өзгертуге негізсіз бас тарту кәсіпкерлік әрекетке бөгет жасайды деп есептейді. Кәсіпкерлер палатасына мақсатты пайдалануды жер асты паркингінен жер үсті паркингіне өзгертуге көмектесулеріне өтініш жолдаған. Сөз өз ақшасын салып, шығынын өтеп, құқығы бұзылып жатқан кәсіпкер туралы жүруде. Мақсатты пайдалануды өзгертуге бас тартуға қатысты қандай сот үрдістері өткенін айтпай-ақ қояйын. Бұл нысанды аяқтау керек деген пікірге келдік. Қазір жер комиссиясы мүшелеріне мақсатты пайдалануды жер асты деген жер үсті паркингіне ауыстыру өтінішімен келіп отырмыз. В моем понимании это как лазейка, да? Менің түсінуімше, бұл жерде бастапқы мақсатты пайдалануды басқасына ауыстыруды сұраңыздар. Мәселен, мен жер сатып аламын, ол жерге балабақша салудың орнына казино саламын, сол сияқты. Ол мақсатты пайдалануды өзгерту үшін екі жақ келісімге келіп, ешбір тараптың қарсылығы болмауы тиіс. Кез келген жағдайдың шешу жолы бар, тек сол жолды қарастырып іздестіру керек. Қала кәсіпкерлерінен жер қатынастары саласындағы проблемалық сұрақтарымен және орталық сумен қамтудың жоқтығына қатысты өтініш түсті. Қала прокуроры мен жергілікті атқарушы органдардың қатысуымен біз проблемалы сұрақтарды қарастырдық.